Анау баяғыда айтып еді ғой, әр отбасы бір екі сиыр ұстаған дұрыс деп қазір заман соған келе жатыр. Негізі анау айтады ғой, доп ойнаған тозар, асық ойнаған азар, бәрінен де қой бағып құйрық май жеген озар дейді. Сол сияқты мынау қазіргі мысалы мынандай асыл тұқымды бір неше түрлі сиырларды осылай шетелден алып келіп қарасаңыздар. Осы сиырлардың негізі салмағы өте үлкен екен. Үлкен салмақ береді, 250-350 килограммға дейін. Бірақ сүттері аз болады екен. Бір 2 литр, сондай 2-3 литр ғана сүт береді екен. Бірақ сүті мынандай құнарлы болады екен. Шадринский молоко дейді ғой, шадринский сүтші. Сондай құнарлы болады екен. Сон мынандай түк көп шөп жинайды шаруашылық. Осы түктерді мынандай, түк емес, рулон ғой енді. Рулон шөпті осылай аптасына бір рет тракторлер кеп малға шашып кетеді. Мал осылай келіп, сиырлар кеп осылай шөпті жеп отырады. Қараңыздар, жап-жасыл әп-әдемі. Ауылдың иісі. Сол үшін осылай жалпы мал шаруашылығы деген негізі керемет дүние ғой мынау. Өйткені мал өсіру арқылы сен енді етін жейсің, сүтін іше аласың, терісін пайдалануға болады. Без расходы мынау. Мына мысалы оның тезегін отынға пайдалансаң болады. Баяғыда өзіміз қолмен талай осы аяғымызбен шылап, тезекті формаға тазекке салып, бәрін бүйтіп жабыстырып жерге, сонда кепкеннен кейін оны бәрін бір тыз қатар қылып жинаушы едік. Қазір оны көптеген жастар, менсінбейтін шығармын, не деген мынау, боқ мынау, деп. Бірақ біз соны кезімізде өзіміз қолымызбен жасап едік. Осыны көріп отқан, видеоны көріп отқан адамдар бар болса, солай істеген. Лайк басып, қалай істегендеріңізді, жазда қанша тонна тезек көңді обрабатывать еткендеріңіз бар болса, жазыңыздар. Dayısındır mı? Piyaz. Piyaz ben nanmen жеңді. Әбеке мына столды орта или ананы тақтай қойып қойсайшы. Әдемі? Жұп-жұмсақ. Қанша жұмсақ болады өзі? Жас қозы болса. Ой, негізі істей алатын адамға бар ғой. Любой малдың еті жасай береді ғой. Кеше мариновать етіп қойып едік. Жей алмадық. Өйткені ет көп болып кетті. Сонымен бүгін жеп алайық деп отырмыз. Қазақ атам ет жеуден қайтпаған ғой. Біз де сол. Ет жеуден шаршамаймыз. Ыңғайлы 100 миллиграмм құтыдағы зәмзәм суымыз азайып бара жатыр. Аллаға шүкір, кеше ғана шығарып едік. Қазір бір 3000 данадай кетіп қалды. Өте аз қалып жатыр.
жайлап халыққа сұраныс көп, өйткені ыңғайлы екен. Халықтың бір айтып жатқаны ауызашарларда мына столға қойып қоясың, әрқайсысына бір-бірлерін оңай екен және де арзан екен деп жатыр. Сол үшін достар, сіздер де құр қалмаңыздар, алып қалыңыздар. Көп адам сұрады, қай қалада, нешеден деп. Бұл Алматы қаласында, егер де 3000 данадан алсаңыз, жеткізу тегін, бір құты көтерме, яғни оптың бағасы 80 теңге. Егер де даналап алатын болсаңыз, 100 теңгеден. 100 теңге қайық кетпей жатыр. Көп адамдар сұрап жатыр, осыны алып таратсақ бола ма көшеде, туысқандарымызға деп сөйтіп алып жатыр да. Қандай керемет, ораза айында бұл айтқан кезде туысқандарына сыйлық беру, танымайтын адамдарға сыйлық беріп таратып жатса керемет дүние. Тағы бір сұрақ қойып отыр, мынандай бір коробкасында қанша нешеу деп. Бір қорабында 49 дана. 49 дана. Сол үшін енді асырыңыздар достар. Сауап аламыз десеңіздер, ашасыздар да, қазір енді ораза ғой, мен де іше алмаймын. Ашасыздар да бисмилля, Аллаху акбар деп өзіңіз бір дұға жасап, әр оқтаған сайын дұға жасайсыз. Және де білесіздер ме достар, біздің Мұхаммед пайғамбарымыз осыны зәмзәм суды кейбір кезде тұрып ішкен. Жалғыз су өнімін тұрып ішкен екен. Сол үшін тұрып ішсеңіз де болады, отырып ішсеңіз де болады. Ең әуелі осы зәмзәм ішкен кезде кәдімгі Аллаға жалбарынып, дұға етіп, өзіңіздің сұрағаныңызды, тілегеніңізді тілеп, ұрттап ішіп жіберсеңіз, міне, нағыз сүннетті орындағанмен тең боласыз. Қазақтың гиттері спокойно біреу ұрлап кеткен деген әңгіме жүр. Онда бір жақсы бізде мен негізі ауылда көп жүрмеген ғой, мен мысалы интернатта оқыдым, неде оқыдым, кейін әскерде жүрдім. Көп жақсы, бірақ ерекше бір жақсы андай не жоқ қой, любой жерге ашып кіріп кете бересің ғой. Қалдарыңыз қалай деп қойдым. Қайдан жүрсің? Әсеттер ұқсамайды деп. Мен басқа біреумін десеңші. Мынау қазақтың қол өнері ғой. Декорация мынау. Не ғой? Сен прямо не Киіз. сен гид болайын деп тұрсың ғой бізге. Киіз зерге түсіп тұрмын. Киіз. Мәсәлән, ерте оқыңдар. Сырмақ соларды. Қандай керемет. Садақ салатын қауырсын деуші ана ескі үзеңгілер. Екі арты қарсың? Бәрі күміс қой мұнда. Күміспен қапталған. Қазақ ер тоқым деп осыны айтады. Көбінесе әйел адамдар отырған бұндай ер тоқымға. Әйел адамдар отырғызған. Бәрі күмістен керемет әдемі. Керемет зерген. Осындай мынандай тарихи жерлер, мысалы бізде жәдігерлер тола. Осы жәдігерлер бәрі күмістен. Неге турист жоқ? Мына жерге туристерді алып келсе ғой, бір алып келіп көрсетсе, мына жақта шетелдің туристер келіп біздің қолөнерімізді, біздің байлығымызды көретін де, біздің елдер ойлайды ғой, біз сақ қана түк көрмеген жабайы деп ойлайды ғой. Қайда мына қарасаңыздар, қандай керемет. Қандай белбеулер, қандай Зергерлік бұйымдар бұл. Күміспен жаңағы қоланы меңгерген ғой, қоланы. Қазақтар қай ғасырда 16-15 ғасырларда жүрген сақтардың мынау есіктен табылған не бар ғой, жаңағы сақтардың киімі ше, басында ұзын. Қазақтарда солай болған. Қарасаң мынау бас киім бар ғой, жаңағы сақтың бас киімдері. Мына ортасы төбесі биік болғандықтан, мына арасында ауа тұрғандықтан температура бір қалыпты болатын болғанда басқанда. Міне пешатында арабша жазулар болған, қараңдар. Сақиналарында арабша жазу, бәрінде арабша жазу. Өйткені ол мөр болған, мөр. Кезінде мүмкін Меккеге қиятын жер ма,
болмаса бір өйткені адам главный намазсыз қана болу ғой мешітте кіре берісте сондай ат қорағы деген ғой бізде ат қорағы ат байлайтын жер алған мал қорағы сол кезде біраз нелерге ұшыраған ғой біраз тозып қалған да бұрын бала кезімізде шығатынбыз мына төбесіне жүгіріп ойнайтынбыз кейін шығармайтын болдық сыныпқа деп тозып қалған ғой мықты екен лақтырып ойнайтын жер ғой ол қызық ғой кішкене мына төбесіне шығып баяғыда қолай болып қолас болған екенбіз тойға келіп суретке түсіреміз ғой ойлашы мына қазір істеп тұрған мешіт болса иә қарашы екінші этажы бұрын таразда осындай ескі мешіт болатын осындай ағаш әлі бар ол мешіт сол кезде екінші этажына көтерілсең анау шиық деп ағаштар әсілі шегесі істелген ғой сонда бір шегесі салынған негізінде ше кейін уже ескірген реставрировать еткен мынау бағандар не баған екен қарағай қойшы кейін ана сыртын кеп істеген кейін ауыстырған шығар негізінде қарағай тұрған бұл жерде сосна бар ана нені көрдің бе ана бояп ана ағаштың фактураларын келтіріп қойған ғой негізі негізі қазақ не болған сосна кезінде енді имам шығып мінберге шығып уағыз айтқан ғой мына ей адамдар тәубе етіңдер бір аллаға құлшылық етіңдер деп ол кезде ешқандай атеист тәңірші болмаған ғой біздің хандарымыз бәрін оның бәрін бір аллаға құлшылық қылыңдар деп тұрғызып қойған ғой осыдан кейін қалай қазақ мұсылман болмақ деп айтады еще арабтармен күреседі жаңағы ойбай араб болып кеттіңдер ма деп жоқ біз араб емеспіз қазақпыз біз дінімізді сақтаймыз мынау бабалар ұстанған мына жерде не ескі мына жерде имам шығып кететін болған ғой ары қарай имам шығып кететін болған қандай керемет он сегізінші ғасырдың басында осылай мынандай зәулім ғимаратты салу енді мен ойлаймын өте қиын болды қазірдің өзінде осындай бір кем дегенде 1000 адамдық мешіт салу әрбір кәсіпкердің қолынан келмейді бірақ сол кезде Қытайдың жаңағы архитекторын алдыртып осында орта азиялық шығыстың бейнесі бар сәулет өнерімен бір шегесіз сол заманда салынған осы мешітті салдырған үлкен кәсіпкерлер болған. Қазіргі құдайға шүкір елімізде білесіздер қаншама мешіттер салынып жатыр. Оның бәрін салатын мемлекет емес, бәрін салатын кәсіпкерлер салады. Бірақ онда да біз айқайлаймыз. Ойбай, мешіт керегі жоқ, мешіт көбейіп кетті, оның орнына мектеп салыңдар, садик салыңдар деп айтады. Бірақ мектепке, балабақшаға, басқасына ол мемлекеттен бюджет бөлінеді. А бірақ мешіт салуға қаншама іштерің күйіп кетсе де, мынау тәңіршілер, мынау не дейді, мынау құдайсыз, дінсіз жүрген адамдар, оны мемлекет салмайды, оны кәдімгі қарапайым дін деп, бір алла деп сауап үшін
жармасып сауапқа бір киеленейін деп сауапқа бір мұқтаж кәсіпкерлер салады осыны. Өзінің ақшасын бөледі де осылай мешіт салады. Міне сол замандағы қараңыз қандай керемет арабтың жазулары бар, сол кездегі біздің ою өрнегі бар, шығыстың ою өрнегі, Қытайдың ою өрнегін бәрін қамтып, былай айтқан кезде біздің толеранттық қазақ екенімізді көрсетші. Жан-жақтылық. Біз жүрегімізді тарқымайық, ағайын. Біз өзімізді бір тек қана мен деген нәрседен алыс болайық. Міне жан-жақты болайық. Исламда буддистік нақышпен салынған бұл мешіт осыны дәлелдейді. Біз қазақтар жан-жақты болғанбыз. Иә, біз ол шығыстың қол өнерін мойындаймыз, бірақ ол мешіт болсын. Қандай керемет, біздің Алматыда бұрынғы аэродромный деген көшеде бір мешіт бар, Абай Құнанбай атындағы. Ол да қазіргі модерн түрде жаңа дизайнда салынған мешіт мысалы. Осындайды мен кәсіпкерлерге айтқым келеді да, мүмкіншілікті пайдаланып. Осындай бір керемет зәулім мешіттерді сала беріңіздер, елге қарамаңыздар. Ел не демейді, ешек не жемейді деп баяғыда біздің ауылда айтып жүрді. Аман болыңыздар достар. Енді мынау шіркеу. Шіркеуден бұрын қарашы, қалай әдемі сөздер жазылған. Ұстаздық ұлық емес, ұлық қызмет. Бауыржан Момышұлы айтқан, қарашы. Көрсетіп жүр. Ал енді шіркеуді қараңыз. Жаңа біз мешітке барып көрдік қой, мына Жаркенттегі керемет мешіт. Енді мынау да бір тарихи бір ғимаратты. Сонау кезінде осы қазақ даласын білесіздер. Ресей империясы жаулар алдын неше түрлі қорғандар салған. Сол қорғандарды салуға казактарды жіберіп отқан. Казактар келген кезде оларда адам болғаннан кейін оларда бір құдайға сенеді. Сөйтіп өздерінің құдайларының, өздерінің діндері бар. Сөйтіп осы шіркеуді салады. Жалпы Алматыда білесіздер, үлкен собор, шіркеуі бар. Жалпы былай айтқан кезде бұндай елімізде ондай шіркеулер көп, қалалар әрбір Қазақстанның түкпір-түкпірінде. Мен бір айтайын дегенім, бұл ағаштан салынған, бұл да бір тарихи бір ғимарат қой. Біз көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін көп діндер өкілдері бізде тұрады. Әрқайсысын біз сыйлаймыз ғой. Бірақ қазақтың шіркеу деп не үшін атаған? Көп адам оған мән бермеген шығар. Негізі бұл орысшасы церковь, ағылшынша church деп аталады. Ал қазақтар шіркеу деп қой. Неге шіркеу? Өйткені жалпы араб тілінде, дінімізде, ислам дінімізде Аллаға серік қосу деген нәрсе бар. Яғни біз мұсылмандар бір Аллаға ғана құлшылық етеміз. Мұхаммед оның пайғамбар және оның құл деп айтамыз, жаңағы. Сол кезде мынау шіркеу дегеніміз ол Алладан басқаға да серік қосу, шірк істеу, шірк істейтін үй. Сөйтіп шіркеу деп аталып кеткен. Соны біз біліп жүрейік, достар. Бұл сіздерге бір құлақ қағыс ретінде айтып отқан. Ал білесіздер, жалпы христиан әлемі де өзінің бір тармақтары бар. Мынау кресттері бар ғой, жаңағы мынау крест болады. Соның кейбіреуінің кресттерінің астында мынандай тағы да бір нелер, таяқшалар болады. Оны шыны керек мен өзім көп білмеймін. Мысалы мынандай таяқшалар болады. Бұл да бір тармағын бір бөлігі. Кейбіреуінде біреулер жаңағы шоқынған кезде былай бүйтіп барып шоқынады, оңға қарай, біреу солдан бастап шоқынады. Бұл өзің протестант, католик, тағы басқасы болып бөлінеді. Білгендер комментарийге жазып қойыңыздар, біз де біліп жүрейік. Атак бұл жерде бұл шіркеудің несі, Илья деген бір пайғамбарлар болған екен. Сол кісіге арналған екен. Біліп жүріңіздер.
Енді соны әдейі осында тоқтап, мынау қасымызда қазір 164 шақырымды құрайтын, яғни ұзынды 164 километр деген ол қысқа емес қой, бұл өсек. Немесе кейбір деректерде үсек деп аталатын осы Жаркент қаласының маңындағы өзені. Бұл керемет табиғат, жан-жағының бәрі ағаш. Бұл сонау Алатау тауының Тышқанбай, Тоқсанбай деген бөктерінен бері қарай ағып келе жатқан өзен. Осында көп адамдар жазда демалады, керемет жер. Бірақ өкініштісі, бұл жалғыз болса Жаркент ауданының тұрғындарына қатысты емес. Қараңызшы, қоқыстар, жаңағы бір терлер жатыр, өлексе жатыр, сасықтан да жерші. Осының барлығы, достар, құрметті қазақстандықтар, өзіміздің еліміз ғой, жеріміз. Біз анау қай жерде жүрсек те осыны айтамызшы. Тазалық сақтайық. Бізге керек дүние ғой бұның барлығы. Біз елім, жерім деп көкірегіміз қағамыз, біздің жер, ата бабамыз осылай жерді алып қалған, дүние жүзіндегі 9-шы орын деп бәрін мақтанамыз, бірақ осы жерімізді бағаламаймыз. Аламыз да үйден алып келеміз, қоқыстап лақтырып кетеміз. Болмаса осы жерде демалатын болсақ, өзімізбен бірге жаңағы алып келген заттарымызбен тастап кетеміз. Болмайды ғой олай. Жинап жүрейік та, жинап, тазалық сақтап. Біз осыны тазалықты, керемет табиғатты осылай өздеріңізге көрсетіп атамыз. Бірақ осыны бір әттеген-ай деген жерлерді сіздерге көрсетеміз. Бұны жаңағы кейбір жерлерде біз көп осы роликтерімізде өкіметтің, акиматтың жаңағы туалет жоқ, андай бір демалатын орын жоқ деп жолда сіздерге көрсеттік қой талай жерлерде. Иә, өкіметтің де олқылықтар бар. Бірақ адам баласы ретінде, біз Қазақстан азаматы ретінде, біздің өзіміздің міндетіміз бар, борышымыз бар, отан алдындағы. Біз оның бәрін мемлекетке тастамауымыз керек қой. Өзіміздің артымызды жинап кетейік. Өзіміздің үйдегі қоқысты әкеп бұнда тастамайық. Жинайық. Бұл бізге қатысты. Өкімет бәрін істей беру керек, өкімет бүйту керек деген жоқ. Өзіміздің мусорымызды, өзіміздің қоқысымызды өзіміз жинап, өртеп, арнайы апаратын жерге апаруымыз керек. Осыны қатты көңілге алыңыздаршы, әрқайсыларыңыз. Өзіңізден бастаңыз, бала-шағаңызға үйретіңіз. Мынандай қоқыс нәрселер болмау керек. Ауылдың балаларымен. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Сәлем машина. Анда ат па андағы? Атқа мініп ал. Ән, шапты ән. Атты чауып барды. Дірде. Әне. Қайраны, керемет. Ауылдың балалары осылай.